Өйткені мен неге шақыра береді бүкіл каналдар? Осындай сұхбат, әскери тола сұхбат өткізетін адамдар жоқ екен. Шынайы, бір-екі адам ғана бүкіл Қазақстанда. Вот шынайы осылай ашық айтатын. Мен бар, тағы бір-екі полковник бар. Болды. Сол үшеуміз жүрміз былай айналып. Маған айтады ғой, сен өзінше болып кетті, неге постоянно сұхбат бере бересің, сұхбат бере. Өйткені басқа адамдар жоқ. Шақырады. Кімде вот сендерге сондай тапсырма берсе, осындай сұхбат, әскери туралы сұхбат өткізіңдер деп, кімге барасыңдар? Жоқ қой сондай адам. Эксперттер тапшы. Эксперт жоқ қой. Өте тапшы, иә. Менен де білімді мамандар бар, сондай күшті жақсылап жауап беретін. Олар үндемей тыныш отыр ғой. Сол ғой мен олардың артынан өз ойымды, менің ойым кейбір жерде жетпейді кәдімгі деймін. Сіз менен сұрай бересіңдер ғой, мен кейбір жерде түсінем несін мәселелерді, кейбір жерде түсінбеймін, бірақ өзі ойымды айтып жүр ғой. Өйткені халыққа осы пікірімді қалай жеткізетін каналдарды жеп жүр ғой. Мүмкін оларда жақсы, менен де жақсы ойлар бар шығар. Бірақ олар шықпайды ғой, оны таппайсың ғой сонда адамдарды. Ашық шығып, шыны айтатын. Сол жаман бізде. Бәрі қорқады. Менде өз каналым бар ғой. Қаншама әскери адамдар, уже зейнеткерлер, қаншама адамды шақыртқан. Сендер білесіңдер ғой ішкі жағында не болып жатқан. Айтпайсыңдар ғой халыққа. Барлығы қорқады. Барлығы. Бізде кәдімгі қазақ деген ол қорқақ адам болып кеттік қой біз. Мен шынай көрермендерге айтам, қазақ деген қорқақ адам қазір. Барлығы қорқады. Бір адам жоқ сондай ашық айтатын.